Ассалаумағалейкум, құрметті Ұран YouTube арнасының көрермендері, біздің әлеуметтік желіні пайдаланушылар, қазақи контентті қолдайтындар. Біздер міне кезекті эфирімізді жазып жатырмыз. Бұл жолғы тақырыбымыз отбасы құндылықтары, яғни қазақы отбасы құндылықтары дегеніміз не, және ислам дінінде ол туралы не айтылады, анықтап білетін боламыз. Қонағымыз Бағдат Шақаев, Батыс Қазақстан облысы орталық Ар-Рахман мешітінің наиб имамы, теолог маман. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Ал енді Бәке, осыған дейін де сіз Ұран YouTube арнасында қонақта болғансыз. Бірақ енді биылғы 2025 жылғы келе жатырған Рамазан айы бар. Осы қасиетті айдың алдында отбасы құндылықтары деген бір үлкен тақырыпты бүгін талқылайық деп арнайы шақырған едік. Жалпы мына қазақы дәстүрмен ислам қағидаларын екі жарып бөлуге болмайтын сияқты көрінеді, себебі көп жағдайда сабақтастық бар. Жалпы мына ислами тұрғыдан және біздің дәстүр мәдениетіміздегі отбасы құндылықтарының негізгі факторларын атап өтіңізші. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассалаумағалейкум. Бағдат мырза, осы арнаның көрермендері, осы арнаға шақырып қонақ қылғаныңыз Алла разы болсын. Әмин. Біз де қуаныштымыз осы эфирға келіп, осындай тақырыптарды қозғап, білгенімізше айтып, халыққа жеткізу. Бұл эфирді тыңдаған адамға бар пайдасы тиеді деп ойлаймыз. Бұл тақырыпты сіз ұсынған кезде біз қабылдадық. Өйткені биыл білесіздер, біз қара шаңырағымыз бар біздің Қазақстан мұсылман діни басқармасы. Сол басқармада жылда жан-жақтан ұсыныстар түседі. Биылғы жылды қалай атаймыз деп. Алдыңғы жылы қоғам құндылықтары деген жыл болды. Қоғамға байланысты көп шаралар өтті. Оның алдына жастар жылы болды. Биыл енді көп ұсыныстардың талқыға салып саралап, биыл ислам және отбасы құндылығы деген жыл болды. Осы жылда біздің муфтият тарапынан да көп шаралар өтеді. Бана сіз айтып отқан отбасы құндылығы да осы біздің басты бағытымызға кіреді биылғы жылдың. Қазір енді Шағбан айы, бана қасиетті айлар туралы айттыңыз, Шағбан айы, Шағбаннан кейін Рамазан айы келеді. Енді Алла тағала сол айға да аманет жетуді нәсіп етсін. Білесіздер, енді дін және біздің қоғамымыз ол бір егіз ұғым секілді ғой, ешқашан ажырамайды. Өйткені біздің тұрмыс тіршілігіміздің өзі дін, діннің өзі тұрмыс тіршілікпен қашанда ұштасады. Соның ішінде осы отбасы құндылығы. Отбасында да адам бақытты болу үшін әйеліне деген қарым-қатынасы, бір-бірінің алдындағы міндеттері, мақсаттары, ақылары, соның барлығы ислам дінінде айтылған. Оны қарайтын болсақ, біздің бабаларымыздың айтқан өсиеттерімен де келеді. Адам да бізде отбасын бір мемлекет деп айтады ғой, қазақта. Мемлекет. Шағын мемлекет. Шағын мемлекет дейді. Ол мемлекеттің басшысы болады деп айтады қазақта. Соның басшысын үйде отағасы деп таныған қазақтар. Ал негізінен қарағанда шариғатта да солай. Бүкіл отбасының берекесі ол ер азаматпен келеді. Тіпті мысал келтірейін. Үйде әйел мен ер адам жұмыс жасайды ғой. Мысалға, екі жақтың берекесінен қараған кезде ер адамның берекесі көбірек болады екен. Бір оқиға болады. Табысқа қатысты айтып отырсыз. Жалпы қай жағынан да. Бір кездер бір оқиға болады, бір ауруханада екі әйел бір уақытта босанады. Ол кезде УЗИ деген жоқ. Бір шамада, бір сәтте екі әйел босанады да, бір қыз бала, бір ер бала босанады. Содан ана жерде баланы ауыстырып алады деген сұрақ болады. Бала кімдікі? Ана бала менікі дейді, қыз менікі дейді. Содан ДНК тексереді. Қараса, мынанікі сияқты болып та көрінеді, әлгінікі сияқты болып көрінеді. Нақты анықтай алмайды. Өйткені бала мынау бала босанды, әйел босанды деп. Содан ислам ғұламаларына барады ғой. Ислам ғұламаларынан барып сұрайды да, енді осындай жағдай болды. Екі әйел бір сәтте босанды, бірі ұл, бірі қыз босанды. Соның қайсысы екенін ажырата алмай жатыр. Дінде осының бір несі бар ма деп шешімі. Себебі ғалым бұны түсіндіре алмай жатыр. Сонда айтады, бар дейді. Қайсы әйелдің омырауында сүт көбірек, сол ер адам бала босанды, қайсы сол әйел босанды дейді. Содан сұрайды, неге өйтіп айттыңыз сіз, қандай дәлелде? Өйткені Мәиде сүресінде ол нәрсе айтылған дейді. Ер азаматтың ризық несібесінің берекесі қашанда әйелден мол тұрады деп. Сондай мен білгенде, мысалы қарасаң, үйдің бір берекесі ол ер адаммен келеді. Ал ер адамның өзінің ұстанымы қандай болады, отбасының құндылығы, тәрбиесі солай болады. Мысалға айтады ғалымдар, сенің жалғыз қалған кездегі бейнең ол шынайы болмысың дейді. Біз біреудің алдында
жақсы болып жақсы күйеу болып көрінуіміз мүмкін мысалға. Әйелімізге жақсы қарап қалуымыз мүмкін бір көпшілік ортада, немесе үйде сырт көзге. Ал үйдегі болмыс ол шынайы болмыс екен. Сол үшін дінде айтқандай осы бірінші ер азаматтың отағасы екендігін әйел түсінсе, оның сөздері үйде маңызды екен бала түсінетін болса, және де бана біздің дініміз айтады, отбасы құндылықтарын бірнеше сатыға бөлген. Ең бірінші ол сүйіспеншілік дейді. Өйткені Құранда Алла тағала айтады, адамдардың жандары жай табу үшін дейді, өз болмыстарынан жұбайлар жаратты дейді. Және бір-бірлеріне деген сүйіспеншілігін жаратты дейді. Яғни отбасыда ең бірінші не болу керек? Сүйіспеншілік болу керек. Сезім болу керек. Бір-бірін сыйлап, құрметтеп, бірінші сол нәрсе болу керек екен. Ең бастысы сүйіп қосылу керек дейсіз ғой. Жаңағындай құрмет, адам енді өзі бір бақытты болу үшін таңдаған жары болу керек қой. Мысалы шариғатта мынандай нәрсе бар да, атастыру дейді ғой. Мысалы айтады, бір екі отбасы жақсы араласып жүреді, бір отбасыда бала дүниеге келеді, айтады, енді ата-анасын танығаннан кейін сенің қазақы дәстүрімізде де бар. Қызыңды келін қылып аламыз дейді. Сосын айтады, мен онда балам сен күйеу құда боламыз деп. Осындай нәрсеге келген кезде, егер балиғат жасқа толады ғой, балиғат жасқа толған уақытта балаларға таңдау беріледі екен. Яғни ұнай ма, ұнамай ма? Ұнай ма, ұнамай ма? Ал енді жалпы дәл қазіргі уақытта, қазіргі қоғамда бұл практикаға енгізудің өзі қиындау болар, иә? Қиындау болар, бірақ онда мынандай нәрсе ғой, егер сол жерде таңдау беріледі, бірақ біздің қазақтың жаңағындай ата-бабаларымыз қашанда ата-анасының сөзіне құлақ асқан. Осымен сен аласың, бақытты болады дегенде соған бойсынған. Ал қазіргі уақытта ондай емес. Өзі біледі, өзі таңдай, өзі білген жасасын деп, осындай қателіктерден жаңағындай көп нәрселер болып отыр ғой. Жақсы. Енді балаға қатысты қазір бұл әңгімеге оралатын боламыз. Мына ер азамат туралы айтып бастадық қой әңгімеміздің әлқиссасын. Жалпы мына қазіргі қоғамдағыны айтайық. Енді бұрынғы қоғамды алатын болсақ, жақсы мал табатын ер азамат. Жаңағы ер азығы мен бөр азығы жолда деп шығып кетеді, сырттың түздің тірлігі, иә. Дәл қазіргі уақытта өз отбасына өзі масыл болып, қызмет жасамай, әйелдеріне жұмыс жасатып қоятындардың өкімі қандай? Бар, ондайлар бар. Өйткені бізге ондайлар бар емес, көп сияқты. Иә, сондай сұрақпен бізге мешітке көп келеді. Мен жұмыс жасаймын, үйде күйеуім жатады, сен табасың ғой, бізге сол жарайды деген секілді. Қоғамдағы рөл ауысып кеткен секілді. Өйткені түздің жұмысы ол ер азаматқа ризық табу. Мысалға айтады ғой, әйелдің не үшін берекесі аз дейді, бана жоғарыда айтқан. Табыста мысалы жұмыс жасаса, ол ақша тапса да бүкіл нәрсеге жетпей қалады. Берекесі өйткені үшін, өйткені әйелдің бала шағаның ризығының берекесі ер адамға берілген. Ер адам аз тапса да функцияны атқаратын сол біздің айтқанда, соң тапқанда сол береке барлығына жетеді екен да. Мысалға ол не нәрсе істеп жатса, мұның кредитін төлеп отырсын, садигін төлеп отырсын, тамағы бар, бүгін барлығына ер азамат болса да берекесі бар, жетеді. Әйелдікі жетпейді. Енді ер азамат әйелім жұмыс істеп жатыр ғой, мен үйде жатайын деуі, бұл әйелдің ақысына кірген болып есептеледі. Өйткені тіпті шариғатта ер азамат әйелдің тапқан табысына ортақтаса алмайды. Қақысы жоқ. Қақысы жоқ. Егер әйел адам өзі бермесе, оны ортақтасамыз, екеуміз соған өмір сүреміз деген нәрсе болмайды. Жақсы, біздің тілмен айтайық, әйелдің өзінің бизнесі бар дейді. Бизнесі бар. Күреп тауып жатыр. Бірақ шариғат бойынша өзінің күйеуіне я отбасына ол ақшаны жаңағы бермеуге де құқылы, иә? Бар, құқысы бар. Тіптен айтайын, әйел адам баланы емізбеймін, маған еңбек ақы сол үшін төле десе де ақысы бар. Солай. Бұл ер азаматынан сұрау бар. Сұрауға, иә. Мысалға айтса, мен баланы емізбеймін, болды. Еміз десе, жоқ, сен маған ай сайын қосымша мынандай ақшадан беріп тұрсаң, мен сол кезде емізем десе де ақысы бар. Біртүрлі бір отбасылық сауда сияқты. Жоқ, ондай нәрсе емес ол. Егер банағы айтып кеткендей, әйел адам мысалға бір бизнес болса да, ол сол бизнесін мен жаңағындай ер азамат ортақтасып жүре алмайды. Егер ол бизнес болса да, оның қандай қажеттілігі бар, сол кезде де ер азаматтың мойнында болады, оның ақысын өтеу. Жақсы, бұл енді экономикалық жаңағы әлеуметтік мәселе ғой. Ал енді жалпы отбасын әйел билеу фактілері қоғамда белең алған бар. Яғни шешім қабылдау, тіпті баланың атын кім деп қоямыз. Менің жаңағы жігіт ер азамат жағынан бүгін сенің әке-шешең шайға келе ме, келмей ме, оны ер азаматтың өзі шешпей кеңесу, сұрау деген мәселе. Енді бұл араға бір от салудай болып кетпесін, бірақ дегенмен де сол әйелдің ығына жығатын ер азаматтардың жағдайы қалай болады? Сол қызықтырады. Бір ғұлама айтады,
адам дейді әйелі бағыну үшін өзіне ол үш нәрседен жоғары тұру керек дейді. Ер адам әйелден. Біріншісі оның жасы дейді. Ол рөліне үлкендігі. Екіншісі оның табысы ер азаматтың. Үшінші білімі дейді. Манағы ер азаматтың үйде дым істемей жатуы, немесе басқа әйелге қарап ұсталып қалуы, соның барлығы үйде әйел адамның билік кетуіне себепші болады. Егер үйде ер азамат нанын тауып отырса, айтқан сөзінде тұрып жатса, өзінің дегенінде сөзінде тұрып дұрыс жүрсе, дұрыс тұрса, оған әйел адам ойына шыға алмайды. Өйткені үйленген уақытта, отбасы құрған уақытта ер азамат әйелге ұстаз секілді болады екен. Айтады ғой мысалға, әйел не үшін еркекті тыңдамайды дейді, уағыз айтсаң. Өйткені бүкіл минусының барлығын әйел адам біледі ғой мысалға. Көшеде ол тақуа болып жүруі мүмкін, бірақ үйде бүкіл әуретін ашып, жалаң ашып жүруі мүмкін. Иә. Сол үшін де ер азаматтың жалғыз қалған кезде тақуалықты ұстану осы да. Егер бұның өз үйім ғой деп мысалға төрде жатады, балалардың көзінше қысқа шортпен жүр, майкамен жүр, мысалы бүкіл әуретін ашып жүрсе, бұның барлығы ер азаматтың дәрежесінің түсуіне себепші болады. Мысалы бір нәрсе уәде етеді, қарапайым балаға, оны орындамаса, тіптен айтады ғой, шариғатта мысықты шақырып, бірақ оған несін бермесе, ол алдау болып есептеледі дейді. Сол секілді әйелге бір нәрсе уәде етті ме, уәдесінде тұру керек. Балаға бір нәрсе уәде етті ме, уәдесінде тұру керек. Жалпы ер азамат нені айтса, сол сөзінде тұруы, табыс табуы, үйде жұмыссыз жатпауы. Өйткені ер азамат тек әрекет жасаса болды, Алла тағала берем дейді. Бізде ондай бана фактілер көп. Әйел азамат үйде басқарады. Бана бізге де бір кісілер есім қоюға келді мешітке. Екеуі ер азаматпен шығып кетті де ақылдасып кетті. Ақылдасу деген ер азамат әйелдің атын бәрі сол. Әйелдің атын таңдаған әйелдің атын қойды. Мысалға, екі айтады, мынау былай деп келген кісілер айтып отыр ғой. Мына жігіт мынандай қойғысы келіп отыр, әйел мынандай қойғысы келіп отыр. Шығып кеткеннен келді, бірақ бәрі әйел таңдаған атын қойды. Бір қойылым болып еді ғой, сатирикалық Жамбыл мен Тараз деп әлгі күйеу мен әйел сөзге таласып қалады да, содан кейін ақыр соңында әйелінің сөзін сөйлеп келетін. Сол сияқты болады. Мана бұл жерде түртіп өтейік, ер азаматтың тақуалығы үйде жалпы қандай жерде болмасын. Ұстанымы ғой, иә? Тақуалық деген өмірлік жол ұстанымы, принцип болу керек ер азаматта. Бір нәрсе істемеймін деді ме, істемеу керек. Мына нәрсе болады деді ме, болады, болмайды деді ме, болмайды. Әйел адам соған қарай ығысады екен де. Басында себебі екеуі үйренісіп жатқан уақытта екі мінез келіп бір жерге тоғысады. Содан кейін бар жаңағыдай адаптация болады бір-біріне. Сол сәттен бастап үйленген уақытта ер азамат өзін қалай ұстайды. Мысалға айтайын, егер бір намаз оқитын адам болса, намазын қаза жібермеу. Мысалға айтайын. Ол мысалға 5 уақыт намаз оқиды, иә. Таңертең ұйықтап жатса, әйел оятып жатса, оны тұр деп. Мысалға, немесе намаз уақытында басқа нәрсе істеп намаз қаза болып кетіп жатса, сондай жақтардың ер азаматтың әлсіз тұстары әйел адамға көбірек көре берсе, әйел адам уже былайша айтқан кезде басына шыға бастайды. Өйткені әйел адамда көп бірдеңе деп жатса, ақша тауып отқан мен ғой дейді. Тағы бірдеңе айтса, ананы істеп отқан мен ғой дейді. Сондай нәрселердің бар ер адам басады, айта алмайды. Бетіне басады дейсің. Ал енді әйелдер туралы. Барға қанағат, алып келгеніне разы болу, иә, ол бір жерде бір қарапайым қызметте болуы мүмкін, иә, аз жалақыда болуы мүмкін. Бірақ әйтеуір үйге тасиды. Ал енді мына көп жағдайда, мына енді біздер енді журналист ретінде көп орталарда жүргенде шаңырақтың шайқалуына да осы экономикалық, әлеуметтік мәселелер түрткі болады, иә. Аз табады, жұмыс жасамайды, иә, болмаса жаңағы үйленген кезде үйде айтпап еді. Қазір мынандай болып жатыр жағдайымыз. Жалпы енді әйелдің өзінің үйде тұрғандағы ұстануы. Бұл жерде де жақсы әйел дейді. Ол күйеуіне бағынған әйел деп Айша анамыз айтқан. Бұл жерде енді қазір әлеуметтік желідегі мына блогерлердің, басқаларының көп шығып, өздерінің ішіп жегендерін, бір қыдырғандарын, өмірін мынандай үйде тұрам деп көрсетуінің барлығы бұл отбасыларға қазір кері әсер етіп жатыр. Өйткені бір әйел адам бір барына қанағат қылып жүріп, мысалы қазір небір психологтар шықты мысалға. Әйел сенің құқығың мынандай, сен бүйту керексің деп, осы нәрселердің барлығы кейбір отбасыларға қатты әсер етіп жатыр. Бізге де келеді. Бұрын әйелім басқаша еді, қазір мүлдем өзгеріп кетті. Бұрын мынандай еді, қазір мынандай болып кетті. Бұрын мысалға 70 мың теңге айлыққа жақсы бәрі жетіп жүреді, қазір шықты, менің анауым істетуім керек, мен бүйтуім керек, мына нәрсе жетпей жатыр деп, әлеуметтік желіден көрген нәрсенің барлығын Инстаграм ғой, соны қабылдап жатыр дейді. Ол да негізі дұрыс емес. Әйел адам өйткені мына нәрсені түсіну керек. Адамның бірінші тағдыры әртүрлі.
біреуге бай болу жазылған, біреуге кедей болу жазылған, біреуге байсыз өмір сүру жазылған, біреуге әйелсіз өмір сүру жазылған әртүрлі ғой. Мысалға біреу бай болса да баласы жоқ болуы мүмкін, бірақ баласы жоқ болса да жаңа несі әйелі жақсы болуы мүмкін. Бұл өмір сынақ қой. Мысалға адамда өмірде бәрібір теңбе-тең болмайды, бір жағы сынақ болады. Біреуге әйел сынақ болады, біреуге күйеу сынақ болады. Екеуі де жақсы болса, біреуге дүние сынақ болады, дүниесі болса бала сынақ болады. Бұның барлығын әйел адам түсіну керек. Оның ең басты байлық, пайғамбарымыз айтады ғой, ер таңертең тұрған уақытта сенің бір күндік жейтін асың болса, ағайын тума туыстан ешқандай жаман хабар келмесе, 12 мүшең сау болса, дүниеде бақыт сол дейді. Бір күндік ас. Бір күндік ас. Өйткені ертеңгісіне ол білмейді ғой расымен не болатындығын. Жақсы, жаңа әлеуметтік желі деп айтып кеттік. Жақсы қозғадыңыз мәселені. Қазір әлеуметтік желіде психологтар, жаңағы ақыл айтатындар көбейіп кетті. Жалпақ тілмен айтқанда, сол бір азаматтың бір әзілі бар еді айтылған. Байынан 4 рет ажырасқан әйелдер отбасы әйелдің қандай болу керек екендігі туралы ақыл айтып отырады. Бұл қаншалықты дұрыс деп. Сосын осы сұраққа сабақтас. Орамал таққан қыздардың көп жағдайда енді көріп жүрміз ғой. Осындай бір әрекеттерге, ақыл үйретуге әуес контенттер көбейіп кетті. Бұған тағы қосарлап қоятынымыз, және де ұлы сөзде ұят жоқ дейді. Сондай кейіпте отырғандардың кей кездерде етектен төмен әңгімелерге әуестік танытып отырғанын көп байқайды. Сол және адамдардың қабылдауы ислам дініндегі әйелдердің сиқы мынандай болса деген сияқты да пікірлер бар. Жалпы оларға кім рұқсат берді? Бұлар шын мәнінде ұстанатындар ма? Бәлкім дінге жаманат әкеліп жүрген әйелдер ме? Қалай өзі? Бұл жерде енді оны көзбен көріп, жанында тұрып, үйінде болмаған мысалға бір жерде намаз сұхбаттасып, оның шынымен намаз оқимын, оқымаймын, бір Алла біледі енді. Бірақ дегенмен де қазіргі уақытта неге әйелдер көп интернетті тыңдап кетті? Әлеуметтік желідегі психологтар тыңдап кетті. Өйткені жоғарыда айтқан үйде насихат болмағандықтан. Айналып келіп ер азаматқа тірелді. Үйде егер ер азамат, мысалға қазір кешкі ас ішуге отырасын, егер сол телефон жоқ болса, ол бұрын сұхбаттасатын еді. Бана әлеуметтік желіге кіріп отырсам, соны СССР кезіндегі, Совет үкіметінің кезіндегі нелерді салып қойғанда, сол кезде әлеуметтік желі жоқ, бірақ бәрі үйде отырып, кітап ашып, бәрі бір кітапты оқып отыр. Сол кезіме түсті, қазір ондай нәрсе жойылып бара жатыр. Ешкім сөйлеспейді. Ер азамат әйеліне бір насихат айтпайды. Әйелді ғалымдар айтады, ұстайтын бірақ амал бар, ол насихат дейді. Ол насихаттың өзі әйелге пайда береді. Күнде бір нәрсені айту, онымен сөйлесу. Тіпті тыйым салса да болады ғой, ол телефонды шектен тыс қарауға. Сол нәрсенің барлығына жеткізетін ол ер азамат. Бүкіл жердегі нәрсенің барлығы ер азаматқа. Ер азамат үйде әлсіз болса, ол әлсіздік неден туады? Манағы айтқан өзінің іс-әрекеті дұрыс болмысына сай келмесе, үйде отырып әйелім өсек айтып отырса мысалы, біреу жамандап. Немесе банағы айтқандай үйге ішіп келетін болса, табыс таппайтын болса, бұның барлығы ер азаматтың абыройы түсуге әкеледі. Ал үйде абырой түскеннен кейін әйел адам да, оның бала шағасы да білген істейді. Бана әлеуметтік желідегі әйелдер де сол. Қарасаңыз, біреу бойдақ, біреу тұрмыстан келген, біреусі тағы бірдеңе. Бірақ бұның барлығы кейде мысалы ойлайды. Мен өзім жеке ойлаймын, орамалды банағындай тағып алады. Ол не үшін? Ол діндарлық үшін емес. Тақуалық үшін емес, тақуа әйел адам ол ешқашан өзінің бейнесін бәленбай әлеуметтік желіге шығып жариялап, банағы айтып отқан әуреттік ежіреге қатысты әңгімелерді айту, бұның бәрі дұрыс болсын. Шынайы тақуа адам ол ондай нәрсеге бармайды. Мысалға, әлеуметтік желіні қолдану мүмкін, бірақ өзінің суретін салмайды. Өйткені оның сұлулығы, оның бет-әлпеті тек қана ер азаматына ғана тиесілі нәрсе ғой. Сондай нәрсе себебі сол желілерге қарап, солардың әлеуметтік видеоларына қарап, бұның барлығы шынайы діндар деп мен өзім қабылдамаймын. Өйткені егер ол отбасы діндар болатын болса, ол отбасы шынайы насихат айтылатын болса, тіптен діндар болмай-ақ қойсын, қарапайым қазақ отбасы болса, ол жерде мысалға әкесі кітап ашып қойып баласына мысалға 5 ғасыр жырлайды, 10 ғасыр жырлайды деген абай жолы кітапта бұның барлығын оқитын болса, бұл әйел адам бұл әлеуметтік желінің ағылсын мысалға үйде бағыт бағдар беретін ер азамат болса, ол біреудің ақылын ағылсын, егер ер азамат ақыл айтатын адам болатын болса, әлеуметтік желіден жылу іздеп ағылсын, егер үйде жылу беретін адам болса, мысалға бұның барлығы айналып келген ер азаматқа қатысты да. Жақсы, жаңағы бұл енді
экономикалық мәселелерге тоқталдық, и отбасындағы әлеуметтік желі енді қазіргі заман талабына сай деп жатамыз. Рухани жағынан бұрын енді әжелеріміз білесіз, Құнанбайды дәретсіз емізбеген әжемізден текті ұрпақ Абай дүниеге келген сияқты, жалпы ананың әлдиі, бесік жыра, дәстүріміздегі бар дүниелердің барлығы сол. Тіпті кейбір жерлерде бесік жырларын тыңдап отырсаң, мәтінінде тап-таза тұнып тұрған дін. Жаңа Жүсіп пайғамбардың сұлулығын берсін, ана пайғамбардың мынандай қасиетін берсін деген сияқты. Сол отбасы ошақ қасындағы үлкен институт әйел адамдық. Біздің қазіргі қоғамдағы әйел адамдар сол институтты қалыптастыра алып отыр ма, аз да болса? Ондай отбасыларда бар. Кездесе ме жалпы сіздер өзіңіз көп жүресіз? Кездеседі. Өткенде сізбен сөйлесіп отқан кезде айттым ғой, Әл-Харамның имамы да мысалға. Содай баласы үшін дұға еткен, ұрысса да сондай жақсы дұға еткен. Осы Әл-Харам имамы болғыр деп. Бірақ әрбір ата-ананың әрбір дұғасы ол бала үшін, әрбір сөзі бала үшін дұға. Қабыл болып кетеді және. Бай болғыр деп ұрысу мысалға, көбейгір деген секілді жақсы сөзбен ұрысу, енді ол жердегі баланың тағдырына қатты әсер етеді. Өйткені 3 жерде дұға қабыл болады дейді. Сапардағы адамның, ораза ұстаған адам және осы ата-ананың дұғасы дейді. Ата-ана балаға не нәрсе айтатын болса, мысалға бақытты бол, жолың болсын, Аллаға аманат деген әрбір жақсы сөздер бұл бала үшін дұға. Бағана айтып отқан мысалы бесік жырда, бесік жырының өзін кейбір сөздерін қарайтын болсақ, ода дін, ода балаға насихат, бұл да балаға бір дұға. Қазір балалар ұйықтайды, телевизбен ұйықтайды, мысалға телевизор қосып қояды, сондағы мультиктерді көреді. Ондағылардың өзі бір қазақша емес қой. Шетелдің бір шығарған дүниелері, оның өзінде де қарап отырсаң мән-мағына жоқ. Ол жерде де балаларды бір өзінде жоқ нәрсемен қызықтырып, ол жерде бала көреді де, өзінде жоқ болғаннан кейін ол отбасына деген көзқарасы өзгеше болуы мүмкін, өзгеріп кетуі мүмкін. Ана отбасыда бар, менде неге жоқ, неге мен ата-анам алып бермейді деген секілді. Сол үшін де бұл жерде әйел адамның даналығы, әйел адамның тақуалығы керек қой. Әйел адамда тұрмысқа шығып жатқан уақытта ол да бір мақсат қою керек. Айтады ғой, әйел адамның басты миссиясы бақытты емес, бақытты қылу дейді. Өйткені дүниенің ең жартысы жақсылығы, хасанасы ол жақсы әйел деген. Байлық емес, әйел. Өйткені ер адам жақсы бір жетістікке жету үшін үйдегі әйел тақуа болу керек. Айтады ғой, үйден шыққан уақытта аз ақша тапсаң да адалынан тап деп айтатын әйел. Мысалы, мейлі анау жеп жатыр ғой, сен де же, ең басты біз бай болайық деп айтатын емес. Аз тапсаң да, бірақ адалынан тап. Өйткені біздің ризығымыз саған байланысты. Жаңағыдай не істесең де адалынан істе, барға қанағат. Балаға да мысалы әкең келе жатыр, жаңағыдай үй тазаста, әкең келе жатыр, тыныш бол, әкеңе жаңағыдай демалуға мұрса бер деп айтатын әйел даналықтан. Өйткені ер азамат қашанда таңертең әйел де бар, айтпайтын да бар, бар. Бұның барлығы енді ер азаматпен үйленуде, мысалға бізге неке қиюға келеді ғой мешітке. Неке қиюға келгенде мен өз басым не жастарға насихат айтамын. Бұл жерде әйел мен ердің ақысы бар. Сол ақыларын түсіндіріп, не үшін? Өйткені олар жаңа шаңырақ құрып жатқан уақытта орындарын білу керек. Мысалға, итағат деген нәрсе бар. Итағат ол бойсыну. Бұны 3 нәрсеге айтылады. Ер мен әйелге, бала мен ата-анаға, ұстаз бен шәкіртке. Егер патшаға жоқ па? Енді ол қоғамдағы бүкіл азаматқа айтылған нәрсе. Мысалы, бойсыну, итағат деген нәрсе. Бұл біздер қазір бір отбасыға қатысты айтылып жатқаннан кейін соны қозғап кетіп отырған, ата-ана мен балаға. Егер ата-ана балаға бойсынатын болса, сол балада ата-ананың разылығын тапса, өмірде барлық нәрсеге жетеді. Өйткені ата-ананың разылығы Алланың разылығында. Ата-ананың ашу, ата-ананың ашу Алланың ашуында. Сол секілді егер әйел күйеуіне бойсынса, ода да береке бар. Итағат деген нәрсе бойсыну. Мысалы айтады ғой, егер қызды біз тұрмысқа шығарып, тұрмысқа шыққаннан кейін ол тұрмысқа дейін әкесінің үйдегі аға бауырларының аманаты болса, тұрмыстан кейін, шыққаннан кейін ол күйеуінің аманаты болады. Екі жақ қанатта бірі туған әкесі тұрып, бір жағында өзінің туған күйеуі тұрып қатар шақыратын болса, ол кімге барады? Күйеуіне барады. Өйткені ол оның аманаты. Әйел адам соны түсіну керек. Біреулер әкеме барып, туған әкем ғой деп айтады. Ол емес, сенің аманатың күйеуің.
егер сен осы күйеуіңе бағынатын болсаң, сенің қалаған жәннатта 8 есігінен кіресің деп жатыр мысалы әйелге. Сол секілді егер әйел адам күйеуіне бағынатын болса, ол отбасының берекесі болады. Осы итағат деген нәрсені түсіндіресің да. Ал ер азаматқа қатысты айтылған нәрседе ақылар бар әйелдің алдында. Ол бірінші әйелге жақсы қарау. Бізде осы нәрсені қатты ұстау деген нәрсе кейде қатты кетіп қалып жатады. Одан да әйелдер бір қатты соққы қалуы мүмкін. Шынымен де әйел бақытын сезіну үшін бірінші күйеуінің әйелге қарауына байланысты ғой. Егер күйеуі әйеліне жақсы қарайтын болса, өйткені пайғамбарымыз насихат айтқан, әйелдерің жақсы қараңдар, өйткені мен де отбасыма жақсы қарағанмын деп. Мен насихат айтам, некеге қиюшы келген адамдарға, әйел адам тұрмысқа шыққан уақытта бір көзі соқыр, бір құлағы керең болу керек деп. Ол қандай мағынада? Күйеуінің кемістерін көрмеуге тырыс. Бетіне басу өз алдына көрмеуге тырыс. Және кейде қаттылықпен айтқан бір нәпсіңе, ашуыңа тиетін сөздер естімегендей бол деп. Керең деген сол. Ажырасып келіп жатқан, ұрысып келіп жатқан әйелдердің, отбасылардың көбі сол. Анау маған өткенде бүйтіп айтты, ана нәрсені бүйтеді, сөйтеді деп өткен нәрсені жинау. Жинап келіп бір күн жарылады ғой, ондай нәрсе емес екен. Ондай нәрседе сен бір көзің көрмейтін болу керек. Не нәрсені банағындай минустарын, бір оқыс қылықтарын көрме. Сен жақсы жағын көруге тырыс. Ал ер азаматқа айтады, Құранда айтады, сені ұнатпайтын нәрселерің дейді мысалға. Ол Алланың ол жерде жақсылығы болуы мүмкін дейді. Әйелінің бір нәрсесі ұнамаса, екінші қылығын жақсы көр дейді. Сөйлеген сөз ұнамаса, пісірген тамағын жақсы көр деген сияқты ғой. Егер осы қағидатқа мықты ұстанатын болса, отбасыда жақсы болады. Өйткені ажырасып, ұрысып келген әйел ерлі зайыптылардың әңгімелерін тыңдайтын болсаң, осыған келіп тіреледі. Көп жағдайда. Анаған бүйтіп айтты, мынау бүйтеді, анау ұнамайды, андай толқысып кетті, тағысын тағы түрлі нәрселерді айтады. Мына мінез ұнамай ма, сен мына жақ қырын жақсы көр. Өйткені отбасын сақтап қалу, ол ерге де, әйелге де міндет болған нәрсе. Мысалы, соны сыйлық бермейді бір-біріне. Сыйлық беруде, мысалы, арадағы сүйіспеншілікті арттырады. Енді бізде неке қиған уақытта осының барлығын жеке өз басы имамдарды айтуға тырысады, бақытты болу үшін. Ол ата-анаға да байланысты, өзіңіз аузыңызда, мысалға, ішіме сыйған бала сыртыма да сыяды. Міне соған қатысты қойын деп жатқам. Мысалға бір кикілжің болған жағдайда екі жаққа тартады, әркім өз баласын жаңағыдай қарға баласын аппағым дейді деген сияқты керемет көргісі келеді. Жалпы осы мәселедегі әділдік қалай? Әділдік былай болу керек деп ойлаймын. Қыз баланың ата-анасы қызының күйеуіне аманат қылып тапсырды. Енді ол банағындай ұрып, теуіп, бір жерін сындырып атпаса, енді құрттай бір нәрсеге ол ұрысып қалған уақытта оны қыз балаға күйеуінің дұрыс екендігін түсіндіру керек. Сенің аманатың ол жаңағындай жолдасың, соны айтқан тыңдауың керек. Сенің бақытың соның қолыңда. Егер сен өмірде бақытты болғың келсе, күйеуіңді тыңда деген секілді бақытты әйел адам, қыз баланың ата-анасы қызға айту керек сөйтіп. Жоқ, менің қызым жаңағындай ешкім оған ауыр сөз сөйлемеген, ешкім ұрмаған деген бағытта емес. Мүмкін сол бір барып кешіріп тұрып кеткен ол өмір бойына бақыт болып кетуі мүмкін. Ал егер манағындай ажыратып алса, ол екі адамның бақытында ажыратып жіберген болуы мүмкін. Бір кішкентай болған нәрсеге ұрысады, сол ұрысқан онда жаңағыдай түйедей қылып ажыратып жіберіп жатқан отбасылар да бар. Ата-ана бірінші қыз жақтың ата-анасы, мысалы бәріміз де қыз асырап отыр, бәріміздің де қызымыз бар, ертең тұрмысқа береміз. Алла сақтасын, бірақ сондай жағдай болса, қызға бірінші тәрбие соны үйрету керек. Ол неден басталады? Үйдегі анасының әкесіне көрсеткен қарым-қатынастан басталады. Егер үйде әйелі күйеуіне жаңағындай итағат етіп, бойсынып, күйеуінің айтқанын тыңдап, оған сіз деп сөйлемесе де әйтеуір бойсынып, соның көңіліне қарап жүрсе, ертең қыз балада тұрмысқа шыққан уақытта күйеуіне сол нәрсені істейді. Ал егер үйде бана эфирдің басында айттық қой, әйел билейтін болса, әйел жаңағындай сен бүйтесің деп әкесіне бағыт беріп, әкесін сол нәрсеге істетіп жүрсе, ертең қыз да ойлайды. Үйде әйел басқару керек екен деп, ол да сондай бір бейшара біреуді іздейді. Оны тапқаннан кейін ол ер азамат әйелдігіне бағынғысы келмейді, айқай-шу шығады, ұрыс шығады. Осы нәрсе себепші болуы мүмкін. Әйел адамның үйдегі анасының, мынаша айтайын, анасының үйдегі ұстанымына. Ал егер ер азамат жақтан ата-анасы да балаға бұндай жағдай болып айту керек. Әйел аманатың, қиянат қылма, өйткені ол қиянатқа да жауаптысың. Ертең сұраласың, бала шағаң бар, жаңағындай мына нәрсесі ұнамаса, мынаны жақсы көр, насихат айт, тәрбиеле деп сондай жақсы жағынан айтса, адамдар тұратын еді. Ондай себеппен де бізге келді, бір ажырасамыз деп, ата-анасын екі жақтың шақырттық. Сол жерде екі жақтың ата-анасының сөзінен балалар ойларын өзгертіп, қайта тұратын болып сөйтіп кетті.
көрдің бе, екі жақтың ата анасының сөзі де негізі маңызды екен. соны сұрайын деп отырмын, жалпы араласу мәселесі, балалардың мәселесіне ата аналардың араласуы, я болмаса жаңағы я күйеу баласын жақтырмауы мүмкін, я келген келінді жақтырмауы мүмкін. Жалпы енді бірге тұратын жағдайлар болып жатса, көп жағдайда жаңағы дау-дамайдың сол жерден шығатыны рас қой. ата енесін қолдамайды дейсіз. Иә, сосын көп жағдайда жастар қазір бөлек тұрғысы келеді, сәйкесінше жаңағыдай алыстан сыйласу басқасы, енді қалай дегенде де қазір мысалға өзіңіз білесіз ғой, енді әке шешемізді көрдік, ата әжелерімізді көрдік. Бұрын міндетті түрде келін бала үйде міндетті түрде болатын еді. Қазір көп жағдайда қарт пен кемпір жалғыз өздері тұрады. Осылар тыныш болса екен, өзіміз өз күнімізді өзіміз көреміз, бізге ештеңе бермесе де өздері жақсы бақытты болсын деп. Жалпы осы түсінік қаншалықты дұрыс? Бұрын қазақ қоғамында ата әке шешесін жалғыз қараусыз тастау деген болмаған еді ғой. Болмайды. Шариғатта да айтады. Бұрын айтатын ғой, кіші бала міне осының қолында қаламыз. Сол келін баға бізді бағады деп. Бұның барлығы балалар, ата аналар жаңағыдай балалар ұрысып қалмасыншы, осы балалар жаңағыдай біз үшін ренжіп қалмасыншы деп, осылар тыныш болсыншы деп бөлек шығаруға тырысып, өздеріне қиын болса да енді жас өскен сайын тамақ пісіру, киім жуу, үй жинау, бұның барлығы әйел адамға, ер азаматқа да қиын тудыратын нәрсе ғой. Бұның бәрі неден болады? Бала қызды таңдаған уақытта әкесінің бір кеңес бермеуі. Ең бірінші содан басталады ғой енді. Немесе айтады, ата-анаға баланың қылған іс-әрекеті ол өзі алдынан келеді дейді. Сол нәрсені де бала үйленбей тұрып, тіпті кішкентай кезінен сол өзінің әкесі өзінің ата-анасына қандай қарым-қатынас қылады. Сода егер өзінің анасы мен әкесі атасы мен әжесіне мысалы үйіндегі жақсы қараса, оларды шомылдырып, үстегі киімдерін ауыстырып, жылы тамағын беріп, оларға жақсы қарайтын болса, бала көріп өседі. Сосын Алла тағала әділдік деген сипат бар ғой. Ертең балаға да сондай келін нәсіп етеді, сондай бала нәсіп етеді, соларды қарайтындай. Біздерде көбі мына қарттар үйіне де барып, қай жерге барып сұхбаттасқан уақытта әңгіменің барлығы осы нәрсеге әкеліп береді. Өзінің істеген тірлігінен сондай нәрсеге опа жеп отыр. Өйткені Алла тағала әділ, ол қашанда айтады, ата-аналарың жақсылық қылыңдар, сендерге де сондай ұрпақ нәсіп етеді дейді. Сендердің қызметін жасайтын дейді. Өздері кезінде ата-анасын қарамай, немесе 5-6 баласы бар бір отбасыда бір-біріне сілтеп жатады. Анау бақсын, сен бақ. Сондайдың ішінен біреу егер ата-анам ғой деп ата-анасының алдындағы міндетін түсініп, әйелін соған тәрбиелеп, сол жағандай өз үйінен бағып қағатын болса, Алла тағала ұрпақтарынан да сондай өзін қарайтын, өзіне қызмет жасайтын ұрпақ шығарады. Оның барлығы айналып келгенде ата-ананың баласының алдында істеген әрекеттер. Егер мысалы көп бір отбасыда керемет атасы да, әжесі де, мамасы да, папасы да, өзі де керемет өмір сүріп жатқандар бар. Қарасаңыз, әлгі өзінің ата-анасы қартайған уақытта балалар сондай қызмет жасап жатыр. Бұл неден? Бұл дін жағынан қарайтын болсақ, Алла тағаланың әділдігінен. Өйткені Құранда айтады, мынандай дұға бар: ата-анам мені қалай мәпелеп өсірген болса, сен де сөйтіп ата-ананы қартайған шағында мейірімге бөле дейді. Мейірімге бөлеу, жақсы ұрпақ беру. Мысалға үйінде немересінің қолынан май жалап отырса, мысалға жақсы ғой. Соны көрсететін өзінің баласы, оның алатын келіншегі, осы насихат етіп айту. Үйде бір мәміле айтылмайтын болса, мысалға қазір көп отбасыда ата-ананың қадірі туралы айтылмайды. Баланың әкенің алдындағы міндеттері айтылмайды. Одан кейін ата-ананың баланың алдындағы міндеттері айтылмайды. Айтылмағаннан кейін ол бір жабық сандықта қалған бір не сияқты тақырып қалып қояды. Ол бала айтылмағанды бала білмейді. Бала бір губка сияқты ғой, не нәрсені айтылады, сол нәрсені сіңіреді. Ол егер біздің кішкентайымыз есімде, әжеміз айтады, ата-анаңа қараласың керек, ата-аналарын бағуларың керек, солардың қызметін жасап, солардың айтқанынан шықпау керек деген қарапайым сөздер балаға сақталып қалады. Ол есейген кезде біледі дүниеге кімнің себебінен келгендігін, осы қазіргі жағдайына кімнің септігімен жеткендігін. Ата-ана қашанда баласына жақсы қарайды, сол нәрсені түсініп, ол да ата-ана болғаннан кейін ата-анасының қадірін түсініп, керісінше бұрынғыдан да қызметін арттырып жасау керектігін біздер несе айту керек. Айтылмағаннан кейін ол болмайды ғой. Сөздің шынына келген кезде, егер айтылмаса, бір қарттар үйіндегі кісілерден болсын, немесе бала шағасынан бөлек кеткен адамдармен сөйлесетін болса,
бұндай тема айтылмаған ғой. Тамақ табу керек, бір принцип, сол асырау керек. өмір жолында дейсіз да, Асырау керек, мақсат солай, асырау керек. Яғни тесік тамақ тек қана. Асырау керек, киімнен Таршылық көрмеу керек. Сондай мақсатта насихат айту. Тап сондай бала тәрбиелеп шықты. Ол ойлайды. Мысалға былай болса, сен нан табуың керек, қандай жолмен болмасын, нан тап десе, бала нан табады. Бірақ ол жерде екі таңдау, ол қандай жолмен тауып жатыр? Ұрлап жатыр ма, или біреуден тартып алып па, немесе адал жолмен ба? Бұның барлығы айтуға байланысты. Егер ата-ана бала бағыт бағдар берсе, ертең сен әйел алатын болсаң, мынандай әйел алуың керек, анаң секілді әйел ал, сондай таңда десе, бала ойланады. Өйткені бала сіңіріп жатыр. Мен анам сияқты, әкем қалай бақытты болып жүр, мен де солай бақытты болғым келеді. Мен де сол мысалға анам сияқты жар таңдағым келеді деп таңдайды. Егер насихаттан байланысты ғой барлығы. Жақсы, рахмет. Енді мына бір сауалмен бүгінгі сұхбатты түйіндесек, балаға қалдыратын негізгі мұра ата-ана тарапынан. Байлық дүние мүлік пе, әлде рухани байлық па? Қайсы салмаққа ие? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, адам дүниеден өткеннен кейін, енді мұрада дүниеде өтіп бара жатқан адам айтылады ғой. Дүниеде өткеннен кейін үш нәрсе үздіксіз сауап артып тұрады дейді. Өлгеннен кейін? Иә, өмірден өткеннен кейін. Бірінші, ол адамның дүниедегі істеген үлкен жақсылығы. Мысалы, бір адам Алла тағаланың дәулет беріп, сол дәулетімен аурухана салды дейік. Мысалы, бір аурухана салып берді. Немесе бір жерге мектеп салды. Немесе екі ауылды бөліп тұрған өзеннің үстінен көпір салды дейік. Немесе жол салды. Немесе медресе салды. Жалпы халықтың, көпшіліктің игілігіне пайдаланатын бір жария садақа салса, ол әрбір адамның басқан қадамының сауабы артып тұрады дейді. Екінші, дүниеде ұстаздық қылса, мысалға, ұстаз бір адам, шәкірт тәрбиелеп білім, насихат. Сол нәрсені қылатын болса, ол адамның білімі, әлгі шәкірттер білім жалғаса берді. Мысалы, мен сізден үйрендім. Ұрпаққа басылып, ұрпаққа тарай беру. Білімнің сауабы шексіз артып тұрады дейді. Үшінші, салихалы ұрпақ. Ал салихалы ұрпаққа қандай түсіндігіміз бе? Салихалы ұрпақ деген шариғат көзінен қарасақ, ең бірінші ата-анасына дұға тілейтін, ата-анасының қызметін жасайтын ұрпақ деп біз елестетін жағында айтамыз. Сол үшін де ата-ана баласына ең бірінші осы руханиятты беру керек. Ол дүние деген ол бөледі, сол жерде қалады. Мысалға, көп жағдайда біздерге де кейде сұрақпен келеді, бөлісіп жатыр, ағам анау бүйтіп жатыр, мысалы, таласып жатыр. Ол нәрсе дұрыс болмайды. Егер білім қалдыратын болса, мысалы, балаларына насихат айтып кететін болса, ол мұраның өзінде дүние насихатпен бөлетін еді. Егер бәрі бауырмалдық болса, бір-біріне бауырларының сүйіспеншілігі болатын болса, бір-бірінің араларында ауызбіршілік болатын болса, ол дүниені олар немен бөледі? Ақылмен бөледі. Немесе кенжесіне береді. Бізде қазақта солай ғой. Үйді қашанда кенже бала алып қалады. Қара шаңырақта бөлісіп те ұрду-дырду болмайды. оған қызықпайды да даже. Мынау бөлем, мынаның ақшасын аламын деген. Қазіргі қоғамда бар ғой, жаңа әңгіме айналып келіп жаңағы айтады. Я ел келіспейді, я басқасы бір алады да жаңағы. Ол неден? Көбіне әйел келіспеу, күйеу басқармаған үйден. Әңгімеге қайтып келеміз дейсіз. Жақсы. Енді мына мен жаңа сізбен сұхбат жүргізем дегенде маған сауалдар келіп жатыр. Енді жаңа соңғы сауал деп едім, бірақ дегенмен де мынаны да өтейік. Алда ораза, Рамазан айы келіп жатыр ғой. Балаларды, яғни өзіңнің балаларыңның неше жаста болуы шарт ораза ұстату үшін, және оны талап ету, оны егер баланың өзі арқы оған келмей тұрса, қалауы болмай тұрса, қаншалықты міндеттеуге болады деген сауалдар келіп жатыр ата-аналардан. Ораза айы, бұл енді барлық мұсылмандардың сағынышпен күтетін ай ғой. Бұл айдың өзінің берекесі бар. Бірінші соған айтайық, бір қысқа. Рамазан айы бір мұсылман адам үшін науқан. Дұғалар шексіз қабыл болатын науқанды. Ұпай жинайтын, ұпай дегенде енді сауабы. Науқан сол жағынан қараймыз. Мысалға, бір адам бір қажеттілігі болып жатса, дүние тарлығынан болсын, бала сүймей жатсын, жұмыс жоқ болсын, қай жағынан болса да бір тарлық болатын болса, ораза ұстап, шынайы ниетпен әрине. Сосын ауыз ашқан кезде дұға тілейтін болса, Алла оның дұғасын қабыл етеді. Өйткені ол уәде. Сондай нәрсе. Екінші, ораза ол бір құлшылық болғандықтан дінде айтады, зорлық жоқ. Өйткені мәжбүрлеп істеткен құлшылықта дәм болмайды. Яғни балаға да қатысты. Балаға қатысты. Әйелге де ешкім зорлықпен. Яғни сұрайсың,
ұстағысы келетін ниеті болса ұстасын, ұстамаса ұстамасын, солай ма? Ол жағдай мынандай нәрсеге айтылған. Егер балада, мысалы бала ата анасына қызығады ғой, ата анасын істегісі келеді. Бала мысалға 4-тегі бала болса, Жоқ, мен мысалға айтайын иә, 9-дағы бала делік мысалға, 8-дегі бала, ол мектепте оқиды, оның баланың даму үшін де бір әлі де тамақ жеу керек ол деген, оның денсаулығы оразаны ұстай алмауға мүмкін деген секілді. Жетіліп келе жатырған организм дейсіз. Сол үшін баланы да қинап, біз діндар екенбіз деп қинауға да болмайды. Балаға бірақ насихат кішкентай кезінен айтылады. Намаз оқуың керек, ораза ұстауың, ол не үшін? Өскенге дейін сол нәрсе миында әлі жүру үшін. Оны бір зорлау үшін емес. Егер бала сол нәрседен нәр алып келсе, намаз оқу керектігін білсе, ораза ұстау керектігін, бұның барлығын білсе, бала ақыл тоқтатқан уақытта бұл нәрсені істейді. Жасына қатысты айтып өтіңізші, неше жастан бастап ұстаса болады, міндеттеледі? Жас деген нәрсе екі түсінік бар. Балиғат жас деп бізде 13 неше жасқа толған баладан сол нәрсе шариғат. Қазіргі балиғат жас 18 жас қой, мысалға. Неге? Біздер енді құжат алғаннан бастап ер жетті деп есептейді ғой. Діни көзқарақтан асатын балиғат жас ол намаз, ораза, парыз болған уақыт ол бана 12 жастан бастап. Қыз балаға 18-ден басталамыз ба? енді біздерден сөйтіп айтады ғой, бала қай уақыт енді оның жағында 18-ге толғаннан кейін өзі біледі деген түсінікке келеді ғой. Ал егер шариғат көзімен қарайтын болсақ, әйел адамға қыз балаға 9 жас дейді. Бірақ ол мынандай нәрсе, егер бірінші етеккір келеді ғой, ол 10 жаста келуі мүмкін, 12 жаста келуі мүмкін. Жалпы әйел адамның организміне байланысты. Қатысты бірінші келгеннен бастап ол әйелге де бана исламның парыздары міндет болады дейді. Яғни сол балиғат деп аталады, қыз балаға қатысты. Бірақ бұл жерде де ер азамат балиғатқа толды екен деп ұрып соғып дінмен тәрбиелемейді. Оны да ескеру керек, бұл енді насихат айту керек, жұмсақтықпен жеткізу керек. Жетпесе, ол келесі жылы көруі мүмкін. Бірақ насихат айтылу керек. Жақсы, енді ораза деген бір бөлек үлкен тақырып қой. Бүгінгі тақырыбымыз енді отбасы дегесіндегі мына қасиетті ай келе жатқансын байланыстырып қойған бір 90 сөздің толықтай түйін сауал болды деп есептейміз. Көп рахмет. Бір 40 минуттан астам уақыт сұхбаттасыппыз. Шын мәнінде отбасы құндылықтары қазір мынау бір алмағайып аласапыран заманда жойылып, көп жағдайда басқаша сипатқа ие болып келе жатқан әлеуметтік желі, бұқаралық ақпарат құралдарынан көп көріп жатырмыз. Оған идеологиядағы кейбір жағдайда жұмыс жасап жатыр. Бірақ қазақы құндылығымыз Құнанбайдың отбасына қарасты көзқарас сияқты, Абайдың отбасына қатысты айтқан сөздер сияқты бізде де дінмен сабақтасып жатырған, адамның өмірге келгеннен бастап өмірден кеткеніне дейінгі негізгі қасиет жойылмаған қағидаттар бар, соны ылайым ұстауды жазсын. Қасиетті айда жасаған дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Сіздерге де енді сәттілік тілейміз, осындай сапалы, тәрбиелік маңызы бар сұхбаттарда көп кездесейік дейді. Амин. Көп рахмет. Ал енді Ұран YouTube арнасының көрермендері, біздер енді бүгін отбасы құндылықтары деген бір үлкен тақырыпты қозғадық. Оның ішінде діни дәстүріміз бар, басқа да қазіргі қоғамдағы кездесетін түрлі жағдайларды мысал ретінде келтірдік. Енді көңіліңізден шығып, егер пікір білдіреміз десеңіздер, жазып отырыңыздар. Қазақы контент дамысын. Келесі кездескенше есен болайық.